Табиғатта болатын барлық процестер энергияның сақталу заңына бағынады. Химиялық реакциялардың барысында да энергия өзгерістері болып жатады. Көптеген жағдайларда ол өзгерістерді байқау қиын және тек дәл өлшеулердің көмегімен анықталады. Реагенттер химиялық реакция барысында өнімдерге айналған кезде әрекеттесуші заттардың ішкі энергиясы артады, немесе кемейді. Өнімдердің ішкі энергиясы мен реагенттердің ішкі энергиясының арасындағы айырмашылық қалай өзгереді? Ол қоршаған ортаға бөлінеді, немесе қоршаған ортадан алынады. Мысалы, кальций оксиді мен судың арасындағы реакция кезінде сынауық қызады. Реакция кезінде қоршаған ортаға жылу түрінде берілетін энергия бөлінеді. Алайда сынап екі оксидінің ыдырауы үшін сынауық тұрақты түрде қыздырылып отырылуы тиіс. Себебі олай болмаған жағдайда реакция тоқтайды. Бұл жағдайда энергия жүйеге қоршаған ортадан берілуі тиіс. Көптеген химиялық процестер ашық жүйеде белгілі бір тұрақты қысымда, әдетте атмосфералық қысымда жүріп жатады. Осындай жағдайдағы жүйе мен қоршаған ортаның арасындағы жылудың алмасуы энтальпия өзгерісі деп аталады және дельта H деп белгіленеді. Реагенттер ретінде фосфор 5 оксиді мен судан және өнім ретінде фосфор қышқылынан тұратын жүйені қарастырайық. Реагенттердің температурасы қоршаған ортаның температурасымен бірдей. Алайда реагенттерді өзара араластырған кезде термометр температураның артатын көрсетеді. Бұл реакция барысында жылу түрінде белгілі бір мөлшердегі энергия бөлініп, реакциялық қоспаны қыздыратындығын білдіреді. Бұл энергияның қайнар көзі не? Бастапқыда су және фосфор 5 оксидінің молекулаларынан тұратын жүйе белгілі бір энергияға ие болады. Фосфор қышқылының түзілуі энергияның қоршаған ортаға бөлінуін тудырады. Сол себепті жүйенің ішкі энергиясы кеміді. Яғни өнімнің энергиясы реагенттердікімен салыстырғанда азырақ. Және сол үшін энтальпия өзгерісі теріс мәнге ие. Берілген реагенттерден фосфор қышқылының түзілу реакциясы экзотермиялық реакцияның мысалына жатады. Калий перманганаты қыздыру кезінде оттек түзе отырып ыдырайды. Калий перманганатының ыдырауы біздің қарастырып отырған жағдайымызда қоршаған ортадан жүйеге энергия, жылу түрінде берілген кезде ғана жүзеге асады.